шашпау тағу дәстүрі. Қыз 15-ке толғанда шашпау тағады. Қазақ халқына тән дәстүріміз шолпы немесе шашпау ұлттық әшекей ғана емес, қыз баласының бойжеткенін білдіретін рәміз. 15 жасқа толғанда жеңгесі 2 үзбелі күміс шашпауды қос бұрымына тағады. Мұны шолпы тағу дәстүрі дейді. Осы сәттен бастап бойжеткенін білген ару жүрісіне дейін мән бере бастайды. Өйткені құда түсушілер қыздың мінезін шолпысының сыңғырынан аңғарған. Негізі шашпау күмістен жасалады. Шашпау таққан қыздың жүрген жүрісі де аққудың жүрісіндей болған дейді ғой. Және сыңғырлаған дауысы естілмейтіндей болу үшін жасалынатын. Қоңыраулы шолпы таққан қыздар қатты күлсе, шолпы сыңғырлап, оқыс қимылдарға тосқауыл болған. Әрине, шолпы деген ұғым балықтың судағы секіріп ойнағаннан шыққан сияқты. Шаш теңге таққан қыз келіншек мезгілсіз жүрмеуге тиіс. Өйткені күміс сыңғыры олардың мезгілсіз жүргенінен бейхабар беріп айтып қояды. Осындай тәрбиелік мәні зор құндылық қазақ қолөнерінің сырын танытып үнін ұқтырады. Ұзын шаш қазақ түсінігінде айрықша киелі болған. Сондықтан шаш өруге де айрықша дайындықпен келген. Шашқа тағылатын әшекей сыйлағанда бір-біріне шашың ұзын, қалың болсын деген тілек айтқан. Шаштың сәні шашпау деген.